1993 жылдың 7 қазаны Алматы Жандосов көшесіндегі номер 12 емхананың маңы. Тұла бойын оқ тесіп ауыр жараланған 29 жастағы жігіт соңғы демі қалғанша арпалысып жатты. Ол өлімді жеңбек болды. Өйткені небәрі 4 күннен кейін оның 30 жасқа толған мерейтойы еді. Бірақ ажал тым ерте келді. Бұл қаза Қазақстан тарихындағы қылмыс әлемінің серкелеріне жасалған ең алғашқы атышулы тапсырыспен орындалған қастандық. Ол кім еді? Вор в законелердің ережесіне бағынбай, жалғыз өзі криминал әлеміне қарсы тұрған беспредельщик па? Әлде кей адамдар айтып жүргендей, өз ортасында мүддесін қорғауға тырысқан беделді тұлға ма? Бүгін біз әлемге Баха фестиваль лақабатымен танылған Бақыткелді Баясовтың құпияға толы өмірі мен жұмбақ өлімі туралы айтамыз. Бақыткелді Баясов қалай Баха фестивальға айналды? Оны кім, не үшін өлтірді? Басынан бастап баяндайық. Ең алдымен сізден үлкен өтінішім бар. Менің қазақ тілді арнамның дамуына өз үлесіңізді қосып, әр апта сайын шығатын подкасттарды жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліңіз. Бақыткелді Баясов 1963 жылы Алматы облысы, қазіргі Қарасаз, бұрынғы Энгель совхозында дүниеге келген. Ол атақты Райымбек батырдың тікелей ұрпағы. Әкесі Қаматай қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевпен жақын дос болған. Баясов туған Қарасаз ауылы Мұқағали Мақатаевтың туған жері еді. Тіпті олардың отбасылық альбомында ақынның кішкентай Бақыткелдіні қолына көтеріп тұрған аңызға бергісіз суреті бар деседі. Бақыткелді бала күнінен өте алғыр болды. Шелек ауылында оқып жүргенде математика мен физикадан оған дес беретін ешкім болмады. Атанасы дарынды баланың болашағынан зор үміт күтіп, оны Алматыдағы атақты Жәутіков атындағы дарынды балалар мектебіне ауыстырады. Ол жерде де сабағын жақсы оқыған баланы ұстаздар жарқын болашақ күтіп тұр дейді. Бұл мектепте оқып жүріп ол каратеге қатысып, спортты сүйіп, білімнен гөрі спортқа, күш пен намысқа жақын екенін түсініп, арнайы спорт мектебіне ауысқан. Білімі мен күші ұштасқан бозбала 17 жасында мектепті бітіріп, еш қиналмастан нархоз институтына түскен. Бірінші курстан кейін Баясов әскерге шақырту алды. Ол кездегі жігіттер дәрігерлерден жалған анықтама алып, соғыстан қашқан. Ал Баясов өз еркімен сұранып, сұрапыл ауған соғысына аттанды. Мүмкін Баха сол кезде ақ өзінің кабинетте қызмет ететін қызметкер емес, жауынгер екенін сезген болу керек. Әскерге шақырту алып, соғысқа аттанбай оқуын жалғастырса, мүмкін Баханың тағдыры мүлде басқаша болар ма еді? Кім біледі. Алайда соғыс оның тағдырын күрт өзгертті. Кеше ғана есеп шығарып сабақ оқып жүрген 18 жасар студент қан майдан даласында өзінің қорықпайтын, алған бетінен қайтпайтын қайсар мінезімен көзге түсті. Ең қауіпті, ең қиын тапсырмаларды нақты әрі тез орындай білді. Өте тапқыр, ұрыс даласында жаудың зәресін ұшырып, нағыз шоу жасап жіберетін болған соң, әскери достары оны Баха фестиваль деп атап кеткен. Ол үйіне небәрі 20 жасында кеудесіне ондаған медальдар тағып келді. Бірақ ол бұрынғы Баха емес еді. Қанды соғыста жолдастарының жарақаттанып, қаза болғанын көріп, өзі тірі қалу үшін қолдағы қарумен жауды ату адамның психикасын сөзсіз сындырады. Соғыс оның жан дүниесін қатайтып, білімге деген құштарлығын су сепкендей басты. Ол оқуына қайта келгенімен енді есеп шығарып, лекция тыңдап отыра алмайтынын түсінді. Сөйтіп, жергілікті баспаханаға жұмысқа орналасып, спортпен айналысып жүреді. Бақыткелді соғыстан оралған кезде Қазақстанда мүлде басқа заман басталып жатқан еді. КСРО ыдырап, елді гиперинфляция жайлады. Зауыттар мен жұмыс орындары жабылып, халық ақшасыз қалды. Кенеттен байып кеткен байлар пайда болып, күн көріс үшін халық саудамен айналыса бастады. Осы тұста Қазақстанның сол кездегі астанасы Алматы криминалдың ошағына айналды.
Бұрынғы спортсмендер мен түрмеден шыққан ұрылар күн көру мақсатында барахолкадағы саудагерлер мен барлық бизнесмендерді крышевать ету арқылы қыруар ақша тапты. Ол қылмыстық топтардың барлығы Ресей мен Қазақстан сияқты советтік мемлекеттерде өз әмірлігін жүргізген воровской заңға бағынды. Олар жиналған ақшаның белгілі бөлігін общакқа өткізетін. Солайша Алматыдағы бизнестерді әртүрлі қылмыстық топтар өз қолдарында ұстады. Сол кездегі тәртіп сақшыларының күйін сипаттау қиын. Милиция айлап жалақы алмады. Қатардағы бөлімшелерде жанармай мен байланыс құралдары тапшы еді. Қылмыс орнына баруға көлік табылмайтын. Милиция ескі Макаров тапаншасымен жүргенде ұйымдасқан қылмыстық топтар шетелдік автоматтар мен броньдалған көліктермен шіреніп жүрді. Жүйедегі хаосқа шыдамаған кәсіби тергеушілер жаппай жұмыстан кетіп, бандиттердің заңгерлеріне айнала бастады. Олардың орнын тәжірибесіз тек байығысы келетін жастар басты. Осындай аласапыран шақта криминалды авторитеттердің көзі Баха фестивальге түсті. Олар оны криминал әлеміне тартқысы келді. Себебі ол ауған ардагері, соғыс көрген, қару ұстай алады, спортсмен, лидер. Олар таныстары арқылы оған ұсыныс айта бастайды. Алайда Баха келісуге асыққан жоқ. Ол алдымен жан-жақты саралап, билік қайда, ақша қайда, жүйенің әлсіз тұстары қайсы екенін түсінгісі келді. Ол соғысқа қатысқан жауынгер. Енді неге мен түрменің воровской заңына бағынуым керек? Мен ешкімге бағынбайтын, өз заңыммен жүретін топ құрамын деген шешім қабылдайды. Алғашында ол шақты өзі сияқты мемлекеттің қолдауынсыз қалған Ауғанстан ардагерлерін қасына жинайды. Олар нағыз соғысты көрген, қару ұстауды білетін, темірдей тәртіпке бағынатын және бір-біріне соңына дейін адал жігіттер еді. Топта ішімдік пен есірткіге қатаң тыйым салынды. Олар спортпен айналысып, болашақтағы соғысқа дайындықты бастап кетті. Оларды байқаған үлкен қылмыстық топтар ауғандықтарға өздеріне қосылуды, өздерінің заңдарымен жүруді талап еткен. Алайда Баха түрме заңдарына, ұрылардың понятиелеріне бағынбайтындықтан криминалдық орта оны өз жаргондарында беспредельщик деп атады. Заңға бағынып, воровской общакқа ақша төлемеген Баха фестивальді криминал әлемінде ешкім ұнатқан жоқ. Олар оны жау көрді. Басқа ұйымдасқан қылмыстық топтар ауғандықтармен қанша рет қақтығысса да олардың өліспей беріспейтіндерін көрді. Сөйтіп, Баха фестивальдің тобы біртіндеп ұлғая берді. Соған сәйкес олардың қарайтын жерлері де ұлғайып, күннен күнге ақшалары да көбейе түсті. Халық арасында мынадай аңыз бар. Бірде Шешенстанның Грозный қаласынан қаруланып, үлкен дайындықпен келген криминалдар Бахаға Алматы бай қала екен, осы қаладан бізге жұмыс дейтін бір аудан бер деп сұрайды. Жоқ десе қанды атыс болмақ, иә деуге де келмейді. Баха оларға жарайды, Алматыдан бір аудан алыңдар, бірақ бізге Грозныйдан дәл сондай аудан бересіңдер деп жауап қайтарған. Астамсып келген жатжұрттықтар недерлерін білмей қайтып кеткен деседі. Баха тек Алматыда емес, өңірлердегі қазақ жігіттерінің де намысын таптатпаған. Өскеменде қазақтар мен шешендер арасында үлкен ұлтаралық түйткілді шешіп, абыройы асқақтады. Қатыгез қылмыскер болған Бахаға түрлі даулармен келетін адамдар көп болған. Замандастарының айтуынша Баха кейбір мәселелерді өз ықпалымен шешуге тырысқан. Алайда мұндай өр мінезбен ешкімге бас имеу саясаты жаулардың көбеюіне әкелді. Баха құрған қылмыстық топтың авторитеті күннен күнге ұлғайып, енді олар тек Алматы емес, Қазақстанның басқа да аймақтарындағы үлкен бизнестерді бақылауға көшті. Бүкіл Қазақстандағы металл саудасы олардың қолына өтті. Сол себепті енді олардың жаулары да күштірек болды.
Металл базары үшін ресейлік ОПГ-лар мен қақтығыстар басталды. Баханың тіпті Мартин деген лақап атпен белгілі киллері болған. Ол Мартин арқылы өзінің жауларынан құтылып отырған. Сөйтіп Баха ресейлік вор в законияларға Алматыны билеуге жол бермей, жұмыстарын қиындады. Жергілікті қылмыстық топтар да олардан қорыққандықтан ол жаулаған жерлерге жолай алмайтын. Солайша олардың барлығы Бахаға тістерін қайрап жүрді. Замандастарының естеліктеріне сүйенсек, криминал әлемінде жүрген Баха қайырымдылық жасауды да ұмытпаған. Ол балалар үйлеріне көмек беретін. 30 жасына таяған Баха Алмарасанға барар жолдың бойынан жер сатып алып, мешіт салуды бастайды. Біреулер оны қылмысты тастап дінге кетпекші ме деп ойласа, екіншілері қылмысын солай жумақшы десті. Мүмкін ол өзінің артында жақсы естелік қалдырғысы келген шығар. Баха құрылыс алаңына үнемі өзі барып бақылап отыратын. Кей адамдардың айтуынша, қаржылай жағдайын жақсартқан Баха фестиваль заңды бизнеске бет бұрып, болашақта саясатқа келуді ойластыра бастаған. Алайда Баясов өзіне қастандық жасалғалы жатқанын, осы өмірде санаулы уақыты қалғанын білмеген еді. Оның өлімін тілеуші адамдар тым көп болды. 1993 жылдың 7 қазаны Алматының шетіндегі Кеңсай жақта орналасқан Асқар есімді досының үйінде Баха 4 досымен кездесіп отырады. Кенет үйдің алдына бейтаныс көлік тоқтап, ішінен бетперде киген, қолдарында Калашников автоматтары бар адамдар шықты. Олар үйдің әр шетінен тұрып, қабырғаның еш жерін қалдырмастан оқтың астына алған. Мұндай сұмдық атысты естіген көршілер үйден бірнеше сағат шықпаған дейді. Жедел жәрдемде уақытында шақырылмаған. Жаралы Баханы достары көлікпен құстай ұшып 12-ші емханаға алып келген. Дәрігерлер болса тым кеш екенін ғана айтып үлгерген. Осылайша үйде болған 5 адамда жан тапсырды. Бұл қылмысты тәртіп сақшылары криминалды авторитеттердің разборкасы деп атап, ешқандай тергеусіз беті ашылмаған қылмыс түрінде қалдырды. Қанды оқиғадан бері 30 жыл уақыт өтсе де, халық арасында Баханы кім өлтірді деген сұрақ бүгінге дейін басылмай келеді. Ресми сот бұл қылмыстың нүктесін қойған жоқ, іс архивте шаң басып жатыр. Алайда сол заманның куәгерлері мен криминалдық полицияның ардагерлері сыбырлап айтатын, ел арасында ашық талқыланатын 3 негізгі күдікті тарап бар. Бірінші нұсқа Рыжий алмаздың тобы. Сол жылдары Алматыда Баха фестиваль мен терезесі тең, тіпті ықпалы жағынан ең басты бәсекелесі атақты Несіпбай Насенов, лақабаты Рыжий алмаз еді. Алмаз түрме заңдарына, понятиелерге бағынатын, сыртқы байланыстары күшті авторитет болса, Баха өз заңын орнатқан өр мінезді командир болды. Екі алыптың арасында Алматының ірі базарлары мен металл бизнесі үшін үлкен астыртын соғыс жүрді. Кеңсайдағы үйге автоматпен басып кіргендер Рыжий алмаздың жігіттері. Олар жалдаған кәсіби киллер болуы мүмкін деген нұсқа өте көп айтылады. Екінші нұсқа. Баханың шешендер мен қақтығыстары аз болған жоқ. Ол Алматыға сырттан келіп, үлес алғысы келген кавказдық ОПГ-лардың жолын кесіп, Қазақстанды қазақтар ғана бақылайды деген ұстанымда тұрды. Ресейден немесе Кавказдан арнайы жіберілген жергілікті жағдайды жақсы білетін сыртқы киллерлердің де бұл іске қатысы болуы әбден мүмкін. Үшінші болжам бұлардан да суық. Қылмыс тарихын зерттеушілер мен сол заманның куәгерлері бұл қастандықты арнайы қызметтердің құпия операциясы болуы мүмкін деген болжамды алға тартады. Сол жылдары Ресейде Белая стрела, ал Қазақстанда
криминалдың көзін жою үшін құрылған сұңқар сияқты арнайы жасырын жасақтар туралы аңыздар тарай бастады. Заңмен дәлелдей алмаған қылмыс серкелерін осылай сотсыз және тергеусіз жою сол кездегі мемлекеттік машинаның ең соңғы, ең қатал шарасы дейді зерттеушілер. Баха дәл осы машинаның астына түсіп кетуі мүмкін бе? Жауаптан гөрі сұрақ көп. Мәліметтерді растайтын ресми құжат жоқ, алайда сол кезеңнің куәгерлері Кеңсайдағы қанды қасап өте жоғары әскери дәлдікпен орындалған. Шабуылшылар бірде-бір қателік жібермеген, артық із қалдырмаған және өте тез ғайып болған. Бұл көше бандиттерінің ісі емес, арнайы дайындықтан өткен жасақтардың қолтаңбасына ұқсайды дейді. Мемлекет қарулы ауғандықтар армиясының күшейіп кеткенінен және олардың ертең билікке таласуынан қорықты деген болжам бар. Баханы заңмен соттау мүмкін емес еді, сондықтан оны физикалық түрде жою бұйрығы жоғарыдан берілді дейді бұл нұсқаны жақтаушылар. Неліктен ресми жүйеге сол тұстағы беделді тұлғаның көзін жою қажет болды? Сарапшылар мұның бірнеше салмақты себебін айтады. Біріншісі, қос билік қаупі. 90-шы жылдардың басында ұйымдасқан топтардың күшейгені соншалық халық мемлекеттік органдарға емес, мәселені тез әрі өз әділдігімен шешетін Баха сияқты беделді авторитеттерге жүгіне бастады. Ресми билік ел тізгінінен айырылып қалмау үшін батыл қадамдарға бару тиіс еді. Екіншісі, саяси амбиция. Өмірінің соңғы жылдарында Бақыткелді Баясовтың криминалдық ортадан іргесін аулақ салып, заңды бизнеске, тіпті үлкен саясатқа келу туралы жоспарлары болған айтылады. Артында темірдей тәртіпке бағынған ауғандықтар армиясы бар адамның саяси сахнаға шығуы жоғары билік институттары үшін үлкен сигнал еді. Әрине, бұл нұсқалардың қаншалықты шындық екенін уақыт қана көрсетеді, бірақ бір нәрсе анық. Баха фестивальдің қазасымен Қазақстандағы хаостық рэкет дәуірі аяқталып, тәртіпті толықтай мемлекет бақылауына алудың жаңа кезеңі басталды. Бақыткелді Баясовтың өмірі мен өлімі 90-шы жылдардағы аласапыран заманның айнасы іспеттес. Егер ол басқа уақытта, мәселен бүгінгі бейбіт күнде дүниеге келгенде, мүмкін математикадан алғандарының ғылымға арнап, мүлде басқа тұлға болар ма еді. Алайда тағдыр оны соғыс пен хаос дәуіріне тап қылды. Оны біреулер әділдік іздеген заманның соңғы батыры десе, енді біреулер заңды белшесіне басқан қатыгез қылмыскер деп санайды. Бір нәрсе анық, криминал әлемінің соңы әрқашан трагедия. Кей деректер бойынша Баха фестивальдің өлімінен кейін оның тобын Сабыр Бауыр, Сабыр Мүсілім басқарды. Ол бізге танымал актер Тәуекел Мүсілімнің әкесі. Бақыткелді Баясовтың артында тек криминалды тарих қана қалған жоқ. Оның бауырлары бірігіп, ол салып бастаған мешіттің құрылысын аяқтады. Райымбек ауылында орналасқан Бақыткелді Қаматайұлы атындағы мешіт бүгінде жұмыс істеп тұр. Халық арасында Баха фестивальдің отбасы болды ма, осындай адамнан ұрпақ қалды ма деген сұрақтар да көп. Алайда қылмыс әлемінде жүрген адамдар қауіпсіздік үшін өз отбасылары туралы ешкімге ақпарат. Сыбыстар бойынша Баханың артында әйелі мен ұлы қалған. Бүгінгі шығарылымда мен халық арасында тараған 3 түрлі болжамды ұсындым. Осы 3 нұсқаның қайсысы шындыққа ең жақын келеді? Мүмкін сіздердің араларыңызда куәгерлер мен бұл оқиға туралы өзге де беймәлім деректерді білетіндер бар шығар. Өз нұсқаларыңызды комментарий бөліміне міндетті түрде жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі подкастта кездескенше аман сау болыңыздар.